Бүгін сіздерді Atomic.kz сайт арқылы компанияға жаңа адамдарды тіркеу нұсқауымен таныстырамын. Жоғары оң жақ бұрыштағы YT батырмасын басып, Atomic.kz сайтына сізге берілген ID және парольді теріп кіріп аламыз. Сосын жоғары оң жақ бұрыштағы регистрация батырмасын басамыз. Бізге тіркелудің 3 нұсқасы беріледі. Біз ең бірінші зарегистрироваться как покупатель деген нұсқаны таңдаймыз. Ашылған парақшада бүкіл ақпараттармен танысып, келісіп, галочканы басып, подтвердить батырмасын басамыз. Енді адамды тіркеуді бастап кеттік. Ең бірінші электронды почтамызды жазамыз. Қатесіз выбрать деген батырманы басып, өзіңізге қажет электронды адресті таңдайсыз. Gmail, Mail.ru, Яндекс деген сияқты. Егер сіздің адрес болмаса, онда ввести батырмасын басып, қажетті адресті жазамыз. bk.ru деген сияқты. Сосын келесі қадам аты жөні тегіңізді қатесіз жеке куәліктегідей жазу. Сосын фамилияңызды бір рет ағылшын тілінде қайталау қажет болады. Жыныс деген жерге ер кісі, әйел кісі деп таңдайсыздар. Сосын туған жылы, айы, күніңізді мұқият қатесіз толтырасыздар. Пароль деген жерге парольді 2 рет қайталаймыз. Қатесіз. Сосын гостевой пароль деген жерге біздің командамыздың гостевой паролін жазасыздар. Телефон номерін 2 рет қайталаймыз. Сосын келесі қадам почтовый индекс искать батырмасын басып, сіз тіркейтін адамның қаласы немесе облысын таңдайсыздар. Мысалға Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы болса, Ақтөбе деп жазамыз. Искать батырмасын басамыз. Ашылған адрестен кез келген адресті таңдай беріңіздер, бұл өте маңызды емес. Сосын подтвердить батырмасын басып, келесі бетке өтеміз. Келесі бетте структураңызға ең соңғы адамның ID номерін жазасыздар, кімнің астына тіркен деп жатырсыздар, және искать батырмасын басамыз. Біз үнемі жаңадан тіркеп жатқан партнерімізді структурамыздағы ең соңғы адамның сол жақ тармағына тіркейміз. Сондықтан сол жақ тармақтың бос екеніне көз жеткізіп аламыз. Мінекей бос екен, подтвердить батырмасын басамыз. Келесі қадам тіркеп жатқан адамымызға офис таңдау. Автоматты түрде Ақсукент деген офис шықты, бірақ мен тіркейтін адам Ақтөбе қаласында болғандықтан Ақтөбе қаласына осы жерде өзгертіп аламын. Бүкіл ақпараттар тексеріп, завершить регистрацию батырмасын басып, Амина ханымды мінекей Atomic компаниясына тіркедім. Амина ханымды покупатель статусынан бизнес-партнер статусына айналдыру қажет. Ол үшін Амина ханымның ID номерін көшіріп аламын және Atomic.kz сайтына қайтадан Амина ханымның ID және паролімен кіремін. Жоғары жақтағы изменить данные батырмасын басып, мінекей запрос смены статуса пользователя деген батырманы басып, Амина ханымның ИН номерін қатесіз теріп, изменить деген, сохранить деген батырманы басам. Мінекей ИН номері системаға енгізілді. Амина ханым сатып алушы статусынан бизнес-партнер, яғни дистрибьютор статусына айналды. Мінекей Амина ханым Хасенова Atomic компаниясының жаңа дистрибьюторы, жаңа партнері.